Қайырлы күн достар, сіздермен Мерей. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында тура дүкендегідей болып шығатын балмұздақтың рецептін ұсынамын. Осы видеодағыдай болғанын қаласаңыз, видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Алдымен бізге 33% сливки қажет болады. Ол сливкиді алып, ыдысқа құямыз және оны миксердің жай жылдамдығынан жоғарылата отыра миксерлейміз. Міне біздің кілегейіміз видеодағыдай қою болғанша ғана араластырамыз. Одан артық араластырудың қажеті жоқ, өйткені біздің кілегейіміз сливочный майға ұқсап кетуі мүмкін. Осылай видеодағыдай жасаңыздар. Кілегейдің үстіне аз-аздан сгущенный молокомызды қоса отыра араластырамыз. Бұл кезде де көп миксерлеудің қажеті жоқ. 20 секунд қана миксерлесеңіз жеткілікті. Одан көп миксерлеп жіберсеңіз, біздің кілегейлі массамыз іріп, майға ұқсап кетеді. Міне осындай болады біздің массамыз. Осы массаны бізге морозильникте қатыру үшін ыдыс қажет болады. Мен осындай үйде бар ыдысты қолдандым. Сіздерде егер жалпақ контейнер болса, соны қолданғандарыңыз дұрыс. Мороженыйларымызды алған кезде ол бізге әдемі формасын беретін болады. Менде осы ыдыс қана болғандықтан мен осыны қолдандым. Барлық массамызды осы ыдысқа саламыз. Барлығын құйып алғаннан кейін үстіңгі жағын тегістеп, міне осылай дайындап алғаннан кейін қақпағын жауып, мұздатқышта 5 сағатқа қалдырамыз. Міне мұздатқыштан шыққан балмұздағымыз тура дүкендегідей болып шықты, қатып, өз формасын ұстады. Осы балмұздақты ыдысқа салып ұсынатын боламыз. Ол үшін мен осындай арнайы балмұздағы алғышпен алдым. Сіздерде болмаса қасықпен алсаңыздар болады. Балмұздағымыз оңай алынуы үшін, формасымен алынуы үшін балмұздағы алғышты жылы суға батырып аламыз. Міне балмұздағымызды аламыз. Менде мына шұңғыр ыдыс болғандықтан ыңғайсыз алынып жатыр. Егер сіздерде жалпақ контейнерге қатыратын болсаңыздар, әдемі алынатын болады. Міне балмұздақтарымыздың формасын шығарып аламыз. Жан жағын түрлі жеміс-жидекпен әсемдесеңіздер болады. Мен құлпынаймен әсемдеп көрсеттім сіздерге. Өте дәмді болып шықты. Тура дүкеннің сливочный балмұздағына ұқсайды. Міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер, балаларыңызды қуантыңыздар. Ең бастысы құрамы таза балмұздақты балаларыңызға күніге беруге болады. Қорықпай бересіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, хош, сау болыңыздар.